Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, әрі тез дайындалатын салат дайындаймыз. Алдымен бізге қажеті қайнатылған жұмыртқа қажет. Қайнатып, суытып, осылай етіп тураймыз. Содан соң балғын қиярды осылай турап, барлығын бір ыдысқа саламыз. Оның үстіне тұздалған қиярымызды турап саламыз. Сырды осылай ұзынша етіп турап саламыз. Одан соң банкадағы жүгеріні саламыз. Дәміне қарай тұз салып, майонез салып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызға қарай осындай укроп салсаңыз болады. Укроп өте ерекше дәм беріп тұрады. Осымен салатымыз дайын. Өте дәмді, әрі тез дайын болады. Үй жағдайында сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.